Ұлыстың ұлы күні Шаймашуақ Наурыз мейрамы ырыстың, береке мен молшылықтың, бірліктің, бейбітшілік пен көктемгі жаңғырудың мерекесі. Наурыз Қазақстанда тату-тәтті тұрып жатқан ұлт пен ұлыстар үшін ортақ мейрам. Этномәдени бірлестіктердің шағын ауылын өңір басшысы Ерік Сұлтанов аралап өтті. Қонақтарды әсем ән мен тамаша бимен қарсы алды. Осы бір қазандай барлық халықтар, барлық ұлттар Наурыз көжені ішкендей, бүгінгі күнде және әрқашанда еліміз мәңгілік бірлікте болсын. Елімізге тек қана татулық тілейміз, бейбітшілік тілейміз. Достық үйі алаңда қанатын кең жайған кигіз үйлерге қала тұрғындары келіп, дәм тәтіп әр ұлттың қолданбалы өнер бұйымдарын, көне тұрмыстық заттарын тамашалады. Бұл жерде сонымен қатар қолөнер көрмесі де болып өтті. Бақыт Мұрзағұлова Наурыз мейрамына арнайы Бішкек қаласынан келген. Жүннен жасалған оюлы заттар қала тұрғындарының қызығушылығын танытты. Бүгін қазақ елін Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Бардыңар үшін денсаулық өмір қалаймын. Достық үйі жанында облыстық ассамблея мүшелері қала тұрғындары мен қонақтары үшін арнайы мерекелік бағдарламасын да ұсынды. Алаңға жиналған қауым көтеріңкі көңіл күймен ән салып би биледі. Желаю здоровья, счастья, благополучия, процветания. Всего сердца поздравляю с этим прекрасным весенним праздником. Желаю всем нам и нашей стране процветания, благополучия. Көк туымыздың астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар достастығы мәңгі болғай, еліміз тыныш болсын.